4-ші күн Миссис Казахстан жобасы. Мы почти у финишной прямой. Бүгінгі күніміз фотопозированиеден басталды. Суретке қалай дұрыс түсу керек екенін әбден үйретті. Одан кейін финансқа қатысты біраз тренингтер болды. Бүгін мен кешегідей емеспін, өте ашықпын, қайтадан белсендімін. Баяғы Камила қайтып келді, Аллаға шүкір. Миссис Казахстан туына өзіміздің қолымызды қойдық. Бұл да бір әдемі сәт, бұл да тарих. Жалғыз мен ғана емес, қыздардың барлығының көңіл күйі көтеріңкі. Осы ойын күлкі бидің арты тосын симен жалғасты. 9 жыл танитын құрбымыз Ама өзінің бойымен бірдей гүл шоқтарымен келіп құттықтап кетті. Бұған қатысты бөлек инсайтым бар, оны кейін айтып беремін. Ары қарай боянып, шашымызды тастай етіп өріп, фотосессияға кеттік. Тамириз брендінің ұлттық әшекейлерімен фотосессия жасадық. Одан кейін Қазақстанның басқа қалаларынан келген аруларымызға арнап дастархан жайдық. Аша ханымның бастауымен оргкомитет дастарханымыздың төріне жайғасып бізге жылы лебіздерін айтты. Ең керемет кеш бүгін болды. Ассаламу алейкум, құрметті достар. Тек ана тамадаларға ұқсап киімді ауыстырып ше. Кеше мені күтіп алған Алуа деген менің колледжде оқыды ол кезде, мен академияда оқып жүрген кезде. Одан кейін Скат авиакомпаниясына рахмет, бас қосып. Әріптес болдық. Бекерде істеп жүрген кезде мен механик едім, сен сол кезде келдің, сен не? 2018-те. Бекерге рахмет. Ғұмыр ұзақ болғыр, қайтып ашылып кеткір. Және де алдыда қазір енді кеше күтіп алды. Айта берейін ба? Бұл ақпараттың бәрін грин карта алып, бұл қыз кеше. Бүгін жуып жатыр, самсапет бәрімізге. Біз тезірек қойдық жота. Қарымыз аш. Өзі ақырын жеп біздің көзімізді қыздырып отыр қазір. Алдымызда, ана гүл түсіріп алуым керек еді деп болады ғой. Мейл үшін бәрін түсіретін ше. Аппаратында түсіреміз енді. Стористі қазір мына екі қызды таныстыратын боламын. Кім? Асан Шен? Бұл қыз енді грин картасын алды. Осы американецке тұрмысқа шығып, адам нервісін шығарып. Нервімай. Өмір ғой, өмір. Жоқ, өмірімен ғой, бірақ кеше бір түйген үлкен бір бөлісетін нәрсе болды. Ақпарат сіздермен бөлсем оны. Оны айтпасайдық қойсы. Сол осындай қыз тіркеліп алыңыздар достар. Америка, LA туралы ақпараттарды бөлісіп жүре ма? Мен оқырмандарым саған тіркеледі, бұйырса. Ал енді кезек Асан мен Шенге, ханымдар мен мырзалар, алда отырған біздің бұларға отдельно жаңа сторис арнайға. Себебі қазір арнайы келіп күтіп алып, көліктер мен уақыт деген өте қымбат нәрсе ғой қазіргі заманда. Уақыт табу қиын. Жұмыс істеп жүре берсе де болады ғой негізі. Голливудқа апарамыз деп, шай әпереміз деп арнайы. Сосын наурыз болып киініп кепті бір қыз. Еще. Как көрсем. Әдемі шоу болды мына жерде. Әдемі суреттер түстік. Жалпы кеткім келмейді екен. Өте табиғат керемет. Таудың етегіндегі. Енді Алматыға ұқсайтын жерлер бар. Мына жақта үйлер, өте қымбат жер. Қазір қымбат районға баратын боламыз қазір. Beverly Hills, яғни атақты әртістер, өте бай адамдар тұратын жер. Мен айтамын да жаңа қыздарға, атақты адамдар көресің деп. Олар мені көреді деймін да жаңағыдай. Өзіміз көтермесек ағайындар. Бір-бірімізді қолдамасақ. Сторис постқа салатын боламыз қазір. Осы жерде бір-екі қызықтар.